Халықтың көзі, тілі һәм құлағы газет. Осылай деген ақаң алғаш болып қазақ даласында қазақ дейтін газет ашқанын білеміз. Кіл ұлт жанашырларынан құралған қауым бұл газетті ұлттың үн парағына айналдыра алды. 1919 жылдың қысылтаяң шағында қазақ газетімен рухтас ұшқын үн жариясы өмірге келді. Жер мен жетімнің, елдік пен өрліктің, рух пен руханияттың ұшқыны жазбаған жанр жоқ. Ұлтым деген ұлдардың қалам тартқан тақырыптары қазір тарих. Ал сол тарихтың басығасында әр жылдары Бернияз Күлеев, Смағұл Сәдуақасов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, Ораз Жандосов сынды ұлы тұлғалар тұрды. Ұшқынның аты кейінгі жылдары еңбек туы, еңбекшіл қазақ, еңбекші қазақ деп өзгерді. Тіпті 20-шы жылдардың басында Қазақстан деп атау ұсынылған. Бірақ бұл атаудың сол кезде бұйырмасын білсе де, газет ұжымы азат күннің туарын сезген. Сондықтан да қанша таршылық көрсе де, ұлт мүддесін көксеген тақырыптардың аясы ешқашан тарылған емес. Сәкен Сейфуллин, Міржақып Дулатов секілді алаш алыптары бастаған қаламгер қайраткерлер қазақ тілінің қамын күйттеп қана қоймай, халықты сауатты жазуға дәл осы газет арқылы үндейді. 30-шы жылдардағы аштық басылым беттерінде зобалаңның неден болғаны, қазақтың азып тозған ауылының хәлін астарлап жазумен болды. Бұл кішігірім ерлік еді. Өйткені газет орталық комитетке бағынышты. Бірақ солай бола тұра, партияға бас шұлғи бермей, халық тағдырын астыртын айтып отырды. 1936 жылы КСР конституциясы қабылданды. Бұл конституция әміршіл әкімшіл жүйені нығайтты. Елде тоталитарлық жүйе, казармалық социализм орнады. Жеке адамның құқығы аяққа басылып, балама пікір айтқан адам халық жауы қатарына жатқызылып жазаланды. Ең алдымен жазаға ұлттық демократия өкілдері, алаш қозғалысының қайраткерлері, қазақ елінің бір туар ұлдары ұшырады. 20-30 жылдары газетті басқарған 18 басшының 15-і ату жазасына кесілді. Коммунистік режим газет бетіне тек жұмысшылар, кеншілер, малшылар мен диқандардың жайын жаздырды. Бірақ басылым руханият мәселесінде ұмыт қалдырмады. Мәселен, Сапар Байжановтың тұсында партияның пәрменіне қарамастан қазақ үшін керек мәселелер оқтын-оқтын жарияланып тұрды. Балғабек Қыдырбекұлы қызмет істеген жылдары өткір мақалалар мен фельетондар жарық көре бастады. Кез келген басылымның қоғамдағы рөлі басшысына байланысты. Шерхан Мұртаза басшы болып, газет тізгінін ұстаған уақытта кеңес одағы күйреп жатқанды. Бас редактор басылымның социалистік Қазақстан атауын осы кезде егеменді Қазақстанға ауыстырды. Қазақстан, егеменді Қазақстан, ол ежелден келе жатқан Қазақстан деген атты жоюға біздің дәтімізде шыдамайды, оған батылымыз да бармайды. Шерағаң шекпенінен талай тарлан тілшілерді тәрбиелеп шығарғаны әлі есте. Кейін газет тұтқасын заңғар жазушы Әбіш Кекілбаев ұстады. Бұл кез қазақ баспасөзінің тұтас жаңғыру кезеңінің басы болды. Егемен Қазақстан тәуелсіздіктің шын жанашыр, жаршысы. Азаттықтың ақжолтай жаңалықтары түгел егемен арқылы елмен қауышты. Газеттің сол күндері атқарған қызметін елбасы жоғары бағалап, 1994 жылы редакция мүшелерін арнайы қабылдайды. Жас мемлекеттің бүгіні мен кемел келешегі туралы ой толғамдарын ортаға салады. Содан бері де ширек ғасыр өтті. Астана Алатаудан арқаға ауысып, егеменнің қара шаңырағы да елордаға көшеді. Ал 2009 жылы жеке ғимараты салынып, көше атауы берілді. Оның ашылу рәсіміне тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Егемен Қазақстан ол кездегі ұшқыннан бастап, елдің тағдырымен бірге өсіп келе жатқан, бірігіп келе жатқан басылым болып саналады. 91 жылдан бастап газетті тағы да бір аралап шығатын болсақ, барақтап, оның ішінде де бүкіл біздің еліміздің тәуелсіздік жылының тарихы жатыр. Қиын қыстау кезеңдері, басымыздан өткізген қиын кездерде, қуанышты кездерде де барлығы газеттің бетінде бар. Осы жылдардың ішінде тәуелсіздіктің саясатын қолдап, менің жүргізген шаруамның барлығына қол ұшын тигізіп, қолдап отырғанда барлық ұжымға рахметімді айтамын.
Қазіргі қуатты Қазақстан мен егемен Қазақстан егіз ұғым. Ертеңі жарқын елдің елдік бет бейнесі өркениет көшімен қалай өзгерсе, егемен де оқырманның талғамына, заман талабына сай қайта жаңғырды. Жаһандық тәжірибе зерделеніп, газет еуропалық D2 форматына көшті. Қайта түлеп, дизайны түгел түрленді. Атауын да латын әліпбиімен жазуға көшті. Ғасырлық межесіне шыққан басылымның таралымы да 200 мыңнан асты. Мемлекет пен халық арасындағы алтын көпірге тәуелсіздіктің тірегіне айналды. Күні кеше Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың президент болып сайланғаннан кейінгі алғашқы сұхбатының егемен Қазақстанда жарық көруі де бас газеттің бәсі биік екенін айғақтаса керек. Газеттің сайты да қайта жаңғыртылып, 3 тілде хабар тарата бастады. Қысқасы, Қазақстанның 100 жылдық жылнамасын жазған бас басылым ата дәстүрді жалғастыра отырып, 21 ғасырдың заманауи медиа алаңына айналды. Ғасыр бұрын ұшқыннан ұшталған қалам ұшы қазір егеменде елдік рухпен ұшталып, өз міндетін мұқалмай, мүлтіксіз атқарып келеді.